Еліміздің төтенше жағдайлар жөніндегі қызметінің құрылғанына биыл 20 жыл толды. Аймақта 1000-ға жуық құтқарушы қызмет етеді. Олар күн демей адам өміріне араша түсуден жалыққан емес. Биылдың өзінде 100-ден астам адам қызыл жалыннан шығарылып аман қалды. Мұның бәрі құтқарушылардың еңбегі. Осыған орай бір топ азамат облыс әкімі Ерік Сұлтановтың қолынан мерекелік медальдар мен алғыс хаттарға ие болды. Төтенше жағдай ойламаған жерден болатын болғандықтан техниканың дайын болуы маңызды. КАМАЗдар, арнайы көліктер, мұның бәрі бүгін арнайы көрмеге қойылды. Бүгінгі шараға жиылғандардың қатары қалың, қарасан көзін тоятын біркелкі формадағы төтенше жағдайлар қызметінің еңбеккерлері төл мерекелерін тойлауға жиылған. Салтанатты шара басталысымен залға Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің туы енгізілді. Қазіргі төтенше жағдайлар қызметін бұрынғымен салыстыруға келмейді. Материалдық техникалық базасы мықты, басқару жүйесі мығым. Жол талғамайтын көліктер мен өрт сөндіру техникаларының түр-түрі бар. Осыған сай құтқарушылар күн сайын әр сағатта атқаратын істерінің маңыздылығын қандайда қиыншылыққа тап келсе де, ісін абыроймен атқаруға тырысатыны рас. Құтқарушыларды бүгін аймақ басшысы Ерік Сұлтанов кәсіби мерекелерімен құттықтады. Азаматтық қорғаныс саласының ардагерлері мен қызметкерлері осыдан 20 жыл бұрын Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар қызметі құрылған болатын. Осы уақыттан бері біздің құтқарушыларымыз төтенше жағдайлардың алдын алу, халық пен олардың мүлкін сақтап қалу, апатпен күресу сияқты жауапты міндеттерді бұлжытпай орындап келеді. Өз өмірлерін қатерге тігіп, өзгенің өміріне араша түсетін құтқарушылардың еңбегі ерлікке пара-пар. Құтқарушылар өз мамандығын мақтан тұтады. Алапат өртпен тасқын судан тұрғындарды қорғауда азаматтық борышымыз деп біледі. Биылдың өзінде олар 1000-ға жуық шұғыл шақыртуға қызмет көрсеткен. 126-ға тарта адамның өмірін сақтап қалды. Төккен тер, еткен ерлік еліне дәрі кезде. Жоғары кәсібилігі, облыстың өртке қарсы қызметі органдарындағы адал еңбегі және азаматтық қорғаныс органдарының құрылғанына 20 жыл толуына байланысты біршама медаль мен алғыс хат өз иесін тапты бүгін. Марапатталушылардың арасында Ерлан Икенов те бар. Ол бұл салада 16 жыл көлемінде қызмет атқарған. Валиханов ауданынан келген құтқарушы еңбегінің еленгеніне разы. Жастар келіп жатыр, сол жастарды үйретеміз. Енді бізді пожарныймын. Сол келген жігіттерге бәрін үйретіп, КТИ-дан келіп жатыр енді офицерлар. Әкімнің марапатын алып жатырмын. Сол рахмет. Жұмыстарыма, әріптестеріме праздник қайырлы болсын. Сол өрт аз болсын. Аға буын өкілдерінің жолын қуған жастар да болды жиында. Олардың бірі Рахымбек Асқаров. Ол да Шалақын ауданының орталығындағы нөмірі 20-шы өрт сөндіру бөлімінде қызмет атқарып жүр. Жұмысқа кіріскелі бар болғаны 3 ай уақыт өтіпті. Осы мамандыққа 2011 жылы оқып бітіргенде видеороликта көрген болатын. Осы мамандық туралы өртке қарсы қызмет қатты ұнағандықтан 2011 жылы Көкшетау техникалық институтына оқуға түстім. Қиыншылықтар болса да, сол қиыншылықтарды бәрінен төзіп, осы жұмысымызды атқарып жатырмыз. Шара соңы жергілікті көркемөнерпаздар дайындаған мерекелік шараға ұласты. Назерке Ғалым, Ерлан Қалиев, ақпарат.